Жамбыл ауданы Құмтүйін ауылынан батысқа қарай Қыз әулие кесенесі бар. Аталған кесене Аса Жұма тас жолының бойында орналасқан. Алайда бұл жер неліктен Қыз әулие аталған, кесене кімнің құрметіне тұрғызылған деген нақты дерек жоқ. Ел аузындағы аңыз әңгімелер ғана жұмбақ мекеннің жайынан там-тұмдап сыр шертеді. Аңыз бойынша ерте заманда сайдың тасындай келісті 7 ағайынды батыр жігіт өмір сүріпті. Жоңғар шапқыншылығы кезінде жау қолынан сол жігіттердің бәрі де қаза тауыпты. Сол батырлардың көркіне көз ақы берерліктей сұлу жалғыз қарындасы болыпты. Бұл қыздың көріпкелдік, әулиелік қасиеті бар екен. Күндердің күнінде әулие қыз ағаларының түгелдей мерт болғанын, жаудың өзін алып кетпекші болып жүргенін біліп, өзін Алладан тас мүсінге айналдырып, өз елінде қалдыруын сұраған дейді. Қыздың тілегі қабыл болып, кейіннен бұл жер Қыз әулие аталып кеткен екен. Тарих қашанда өзінің тылсым әлеміне тарта түседі. Жазық даладағы жұмбақ кесене туралы ел аузында сақталған аңыз осы. Алайда көне кесене маңында осы уақытқа дейін ешқандай ғылыми зерттеулер жүргізілмепті. Тек жергілікті өлкетанушылар мен ауыл тұрғындары шама-шарқынша зерттеген. Қыз әулие кесенесі 7 бұрышты, қабырғасы ақ кірпіштен қаланған, биіктігі 2,5 метр болады. Ел аузындағы аңызда ертеректе ауылдың тұрғыны болған бір әйелдің түсіне аян беріп, содан осы Қыз әулие кесенесін салдырған екен делінеді. Кесененің 7 бұрышты болу себебі ол қапыда жау қолына мерт болған 7 ағайынды жігітке арналған. Сол 7 жігіттің 7 бұрышқа шырақ жағу үшін жасалған. Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан стратегиялық маңызы жоғары орталықтардың бірі Тараз қаласы болған. Әсіресе 9-12 ғасырларда Тараз шаһары гүлдену кезеңін бастан кешірді. Қарахандықтар билік құрған кезеңде Тараздың маңында көптеген кіші қалалардың болғаны да белгілі. Мәселен, Тараз іргесіндегі Дех-Нуджекез, Адахкент қалалары осының айғағы. Көне қалалардың үйінділері күні бүгінге дейін сақталған. Қыз әулие кесенесі осы Адахкент қаласы Шахристанның аумағында орналасқан. Бүгінде кесене маңы қалың қорымға айналған. Жалпы Қыз әулие кесенесі еліміздің бірқатар өңірлерінде кездеседі. Жергілікті жұрттың сенімі бойынша мұнда тағдыр талқысына түскен тұрғындар түнеп, жаратушыға жалбарынады екен.